Саламатсыздар балалар, біздің бүгінгі сабағымыз митоз. Және митоз оның фазалары. Негізгі ұғымдар: интерфаза, митоз, парафаза, метафаза, анафаза, телефаза, амитоз, карекинез, цитокинез деген ұғымдарға қысқаша тоқталатын боламыз. Мына жерде суретте өздеріңіз көріп отырғандай, біз 9 сыныпта митоздың жаңағы бөліну сатыларына қысқаша тоқталғанбыз. Және 3 сатысы бар. Интерфаза дайындық кезеңінің сол 3 сатыны қысқаша мына жерде көрсетіп тұр. G1, S және G2. Осы интерфаза кезеңде осы 3 сатыдан кейін барып митоздың бөліну үдерісі пайда болады. Және жалпы жасушаның бөлінуі амитоз, митоз, миоз деген 3 бөліну әрекет болады. Оның бірінші, misal амитоз дегеніміз тікелей бөліну, бұл жерде аналық жасушаның екі еншілес жасуша пайда болуы. Және де митоз бөліну сәл күрделі бөліну үдеріс. Бұл жерде міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау адам ағзасының барлық мүшелердің бөліну, өсу үдерісі митоз бөліну арқылы жүріледі. Бұл бір аналық жасушадан екі еншілес жасуша түзіліп, ондағы хромосомалардың жиынтығы өзгермей жасушалардың бөліну жолы болып келеді. Үшінші, миоз бөліну. Бұл енді бәріміз білетін жыныс жасушалардың бөлінуі. Бір аналық жасушадан хромосомалық жиынтығы 2 есеге кемігенде 4 еншілес жасуша түзілгендігін жасушаның бөліну жолы. Жасушаның бөліну аралықтарда болатын, оның жасушаның айналым деп атаймыз. Жаңағы айтып кеткендей, митоз бөлінуге дейін 3 кезең болады. Ол 3 кезең интерфаза кезеңінде жүріледі. Ол 12-ден 24 сағаттың аралығында жүріледі бұл үдеріс. Интерфаза жасушаның бөліну әзірлік кезеңі. Интерфаза кезеңде жасуша өсіп бөлінуге дайындалады. Интерфаза кезеңінде ең маңызды болып келетін ДНК-ның матриациялық синтезі, хромосомалардың 2 еселену S сатысы болып табылады. Ағзалардың өсу және көбею үдерістерін жасушаның бөлінуінен басталады. Бөлінудің алдында хромосомалар өзгерістер болады және ДНК-ның репликациясы жүріледі. Бұл құбылыс прокариоттар мен эукариот жасушаларына тән қасиеттер болып келеді. Енді митоз. Біз сома жасушалардың бөліну екенін жақсы білеміз. Бұл жаңағы айтып кеткенде интерфаза және интерфаза сатының G1, S, G2 кезең 12-ден 24 сағат аралығында жүреді. Одан кейін барып митоз бөліну үдерісі басталады. Бұл митоз бөліну үдерісі парафаза, метафаза, анафаза, телефаза кезеңдерімен жүріледі. Цитоплазманың S сатысы кезінде тек қана ДНК-ның жіпшесі 2 еселеніп, қайны қоймай жасуша орталығының центролдар да 2 еселенеді. Аналық центрол өзінің жаңа жас центролын түзеді. Оғанға дейін алғашқы центрол болған центролда өзінің жұбын түзіп аналыққа айланады. Осы 4 центролдың ішінде тек алғашқы центрол ғана микротүтікшелерді жинақтауға қатысады. Эндоплазмалық тордың мембраналарында бір қуыста, бір уақытта жаңа хроматиттер құрамына еніп, нәруыздарды синтездейді. Енді митоз туралы біз жақсы білеміз. Митозды ең алғаш өсімдіктерде бақылаған Честекоп болған. Және одан кейін ғалымдар оны толықтырып зерттей бастаған. Митоз өзі жіп деген мағынаны білдіреді. Бұл бір аналық жасушадан 2 еншілес жасушалар түзілу, онда хромосомалардың жиынтығы өзгермейді, жасушалардың бөліну жолы
жаңа ғана айтып кеттік. Онда митоздың ядраның бөліну кезеңін бір кариокинез деп атаймыз. Цитоплазманың бөлінуін цитокинез деп атаймыз. Митоз сомалық жасушалардың бөлінуі, генетикалық материалдың жас жасушаларға тән бөліну және жасушаның ұрпақтарындағы хромосоманың ұқсастығын қамтамасыз етіп отырады. Жасушаның негізгі қасиеттердің бірі оның бөлінуге қабілеттілігі. Әукүрет жасушалардың негізгі бөліну тәсілі митоз болып келеді. Митоздың бірнеше кезең арқылы жүзеге асатын сома жасушалардың бөліну әдісі. Бұл кезде алдымен ядро бөлініп, одан кейін цитоплазма бөлінеді. Митоз кезіндегі хромосомалардың саны бастапқы аналық жасушаларға тән, екі жаңа жасушалардың пайда болуы. Митоздың хромосомалар саны 2n болады. Енді парапаза кезеңіне тоқтала кетсек, бұл парапаза кезеңінде ядролар айқын көріне бастайды, олар қысқарып, жуандайды, серпінге айланады және белгілі бір ретпен орналасады. Бұл жерде ДНК молекуласымен тығыз байланысты, нәтижесінде хромосомалар жекелене бастайды. Парапазаның алғашқы кезең әрбір хромосома екі хроматиннен тұратын анық көрінеді. Бұл жасушаның айналымының интерфаза сатысындағы кезеңде жүретін репликацияның нәтижесі болып келеді. Парапазаның соңында ядрошық жоғалып кетеді, ал ядро қауықшас эндоплазмалық тор элементтерінен босап, жеке қысқарған центролдарға жіктеледі. Осының нәтижесінде нуклеоплазма гелоплазма менен араласады. Гелоплазма дегеніміз, балалар, біз білеміз, цитоплазманың түп негізі болып келетін. Ядрода нуклеин қышқылдарының синтезделуі тоқталады. Хромосомалар толығымен айқындалып және жекеленіп көрінеді. Ядроның полюстеріне арасында бір деңгейден кеңістікке метафазалық тақтаға жиналады. Егер де метафазалық тақталар центролдар болса, ол астеролды, көп жасуша жануарларда, болмаса анестеролды деп жоғары заттағы өсімдіктерді екенін біз жақсы білеміз. Диффузиялық хроматиннің жинақты пішінге ауысады, ядроның генетикалық материалын жас ядроларға бөлініп кетуіне жеңілдетеді. Жарық микроскоппен қараған кезде хромосомалар әдетте ұзындығы әртүрлі жіпшелер тәрізді болып көрінеді, өйткені метафазалық тақтадағы хромосомалардың пішіні мен мөлшері тиісті өсімдіктің түрлеріне сәйкес әртүрлі болып келеді. Анапаза кезінде хроматин жіпшелері жабысып екіге бөлінген хроматидтердің хромосомаларға айналады, екі жақ полюске тез жылжиды, хроматин жіпшелері қысқарады. Соңына хромосомалар біртіндеп жіңішкере бастайды. Парапазадағы қарама-қарсы процестер жүреді, хромосомалар тоқтап, ұзын жіпшелерге айланады. Ядро қауықшасы түзіліп, ядрошық қалпына келеді. РНК мен нәруыздардың мөлшері көбейеді. Мұны біз цитокинез деп атаймыз. Енді балалар, біз осы митоз бөліну нәтижесінде тұқым қуалаушылықтың ең маңыздылығы неде десек, бірінші митоз процесі жасушаның өсу мен дамуына ең маңызды рөл атқарады. Аналық жасушадағы генетикалық материалдардың жаңа жасушаларына тең болып бөлінеді. Жаңа жас жасушалардың хромосомалары аналық жасушаларда хромосомалар санына сәйкес келеді. Егер де митоз процесі бұзылса, хромосомалардың санында ауытқу болады, не артады, немесе кемиді. Бұны біз жақсы білеміз, осындай жағдайда ағза мутацияға ұшырайды. Сол мутацияның әсерінен ағзада әртүрлі аурулар пайда болады. Енді балалар, осыған байланысты мына тапсырманы орындай қойыңдар. Төмендегі кестеде фазалардың ерекшеліктерін жазып, суретін салыңыз.
ретінде суретті белгілі бір сызбамен салуға болады. Парабаза, метабаза, анабаза, телефазаларды қысқаша ерекшеліктерін жазамыз да әрбіреуінің артына қысқаша сызбаша суретін саламыз.